Әке, сізге бірдеңке айтайыншы деп келген едім. Айта ғой, балам, айта ғой. Не ол? Ке, отыр, айт. Әке, үйленейінші дегенім. Балам, дұрыс шешім қабылдапсың. Болды, өзі 30-ға келіп жатсың, үйлен. Сен жақтыларға тоо құрып жатыр. Үйлен. Дұрыс. Әке, бірақ ол орысша сөйлеп, андай ғой, руын несін білмейді ол. Руын сұрасам білмейді, тегін сұрасам білмейді. Бірақ орыс сияқты да, орыс қазақ қой, бірақ орыс сияқты қойды да, орысша сөйлейді, қазақша жақсы білмейді. Соған үйленейінші дегенім жақсы көріп қалдым, бірақ. Орысша сөйлейді, тегін білмейді деген тағы. Ең болмаса руын біледі да. Жоқ, білмейді, әке, білмейді деп жатырмын ғой. Онда бит. Оған қалмалын берме, не аламыз қалмалы беріп. Орыс сияқты битіп аламыз онда оны. Жаңағы шошқа соямыз, құдаларға шошқаның басынан асып береміз. Жаңағы бір селедка аласын, огурцы аламыз, оныке 2 ящик арақ аламыз. Бол, тойдың да қажет жоқ, ненің де қажет жоқ. Зато ты меня любишь, я тебя люблю дейсің. Бол, қолдарыңа кольцо тағасыңдар, бітті сонымен той өтеді. Балама не солай? Енді ұруын білмейді, орыс тегін білмейді, қазақша білмейді, солай жасаймыз болды. Зато олар да орыс сияқты болып кеткен ғой. Сөйтіп үйлендіре сал, қалмал беріп не қыласың шығынданып.